Бекзат. Ассалаумағалейкум. Қалайсың, класстас? Қалайсың, Жандос? Амансың ба? Керемет. Өзің көріп тұрғанда? Көрдім. Жақсы сияқты бәрін. Қуаныштымын, бауырым. Әрине. Әрекет етсің, көтерілесің. Еңбек түбі береке. Нәтижесі міне. Көріп тұрғаныңдай. Жақсы. Әдем қуаныштымын, бауырым, сен үшін. Енді бізде текейгелең тіршілік. Әйтеуір бірді екіге жалғап. Өзің сияқты көтерілудің бір құпиясы болса айтсай, бізде жарқырап жүрейік. Класстас, бұның ешқандай құпиясы жоқ. Тек адам құсап әрекет ету керек. Бірақ енді сен сияқты көше сыпырып жүріп, тапқан тиын тебеніңе мәз болып ілініп салынып жүрсең, өмір бойы көтеріле алмайсың ау. Мына жүрісің не? Таныс тамырлар көрсе, ұялмайсың ба? Сен ренжіме, класстас. Дос жылатып айтады. Шынымды айтсам, жаңа сені көрген кезде әрең тоқтадым. Бір класстасың ретінде қолыңды алып, құшақтап, мауқымдасып, амандасқым келген, бірақ ұялдым. Ел жұрттан көрсе не дейді? Ойлансайшы кішкене. Ел жұрттың арасында ұялмайтындай әрекет жасап, жұмыс жасамайсың ба? Жарайды, досым, сен жақсылап ойлан. Бірақ енді өзіңнің абыройыңды ойламасаң да, мынау біз сияқты класстастарының абыройын ойласайшы. Мынау жүрісің өте позор. Ассалаумағалейкум, Әбеке. Уағалейкум салам. Қалай жүрсің? Жақсы. Әбеке, инвесторлар келісімшартқа отыруға толықтай негізі дайын. Тек құрылыс нысандарының құжаттарына, кейбір пункттеріне кішкене көңілдері толмай отырған сияқты. Сондықтан кейбір пункттерге өзгертулер мен толықтырулар енгізсек. Дәл қай пункттерге маған көрсетші қазір? Жалпы, осылай. Өзгертулерді енгізе бер. Жандос, сенде не жаңалық бар? Менде бәрі нақты әрі анық. Бір кісілердікінде ешқандай өзгертулерді, түзетулерді қажет етпейді. Барлық нысандар өзінің уақытында сапалы түрде тапсырылатын болады. Жарайсың. Басқа сұрақтарың болмаса, жұмыстарыңа бара беріңдер. Жақсы. Жандос кетті бе? Сен бара бер, мен қазір шығамын. Әбеке, мынау орынбасарыңыз қалай өз? Не болды? Танышық па? Білмеймін ғой, жасаған дүниелеріне өзгерту керек дей ма? Негізінде берілген тапсырманы ешқандай өзгертусіз, ешқандай түзетусіз орындайтын адам керек ау қасыңызға. Жандос, басын қатырма. Айбек білікті маман. Оған мен күмәнім жоқ. Бар, жұмысыңа кіріс. Болды, жай сізді ойлап жатқам ғой. Болды, жарайды. Келістік. Естиміз, ертең кешке жиналамыз ба? Әрине. Әдеттегідей. Мен Раушанға айтып қойдым. Қатын жандысың, Олай өзіміз қыздармен демалмаймыз ба? Жандос, қойшы осындай әдет. Қыздар емес. Құрдас тертіп келеді онда. Келмейді ол. Келмесе, өзің кел. Тойма асықсын.
бірақ енді сен сияқты көше сыпырып жүріп тапқан тиын тебеніңе мәз болып ілініп салынып жүрсең өмір бойы көтеріле алмайсың ау. Мына жүрісің не? Таныс тамырлар көрсе ұялмайсың ба? Бекзат, қалайсың? Жақсы, Раушан, өзің қалайсың? Жақсы, не істеп отырсың? Сол, жұмыстамын. Хабарласпайсың, мөлдір жоқ болып кеттің ғой? Енді жұмыс, тіршілік. Қойшы, жұмыстан қол демейді деген әшейін себеп емес қой. Үйге келіп, қонақ болып кетсең болады ғой? Иә, Құдай қаласа, барамыз ғой. Өзің жалғыздан жалғыз, Айбек қайда? Жұмыста Айбек, мен өзім сол таза ауада серуендеп кішкене. Қазір маған бізге көп таза ауада серуендеу керек. Бізге деген кім? Бізге Құтты болсын. Құтты болсын деймін, не дейді өзі бұндай жағдайда? өзің не істедің, үйлендің ба? Жоқ, әлі үйленбедім. Ән Айбектің өзі де келе жатыр. Ассалаумағалейкум. Досым, қалайсың? Не болды соншама? Қалайсың? Жағдай жақсы ма? Жақсы, аман есен. Хабарласпайсың, іздемейсің. Жоқ әлде маған ренжіп жүрсің ба? Айбек, не үшін ренжимін саған? Онда неменеге хабарласпайсың? 10 жыл бірге оқыдық. Солайда талай бір пирожкиді бөліп жедік. Сыныптас деген ең жақын адамдар ғой бұл өмірде. Дұрыс айтасың, Айбек. Класстас деген ең жақын адамдар ғой. Бірақ енді сол күйбең тіршілік әйтеуір. Жұмыстан қол тимейді. Оның дұрыс енді. Жиі хабарласып, іздемеген екен, сырласпағаннан кейін. Өзің не жұмыс? Менде Осы ма? әзірше осы жұмыс. Кешке бір фирмаға барып көрішік болам сол жерде. Аяқ қол бітін. Жұмыс істеп жатыр әйтеуір. Үйде жатқанда не істейміз? Жарайсың досым. Екі аяғын аспанға көтеріп жатқандар да аз емес. Нәпақаңды адал еңбегіңмен тауып жүргесің. Былай істейік досым. Мен сені біздің компанияға жұмысқа шақырам. Президентке айтам, ол кісі маған жоқ демейді. Бізбен бірге жұмыс істейсің. Мен ол жақтан не істеймін, Айбек? Менде диплом жоқ, бір оқу оқымадым, бір мамандықтың иесі емеспін. Досым, сен ол жағынан уайымдама. Екі қолға бір күрек табылады. Жалақысы да жаман емес. Айтпақшы, біздің Жандос сол жерде жұмыс істейді. Көріп тұрасың ба оны? Көріп тұрам. Қысқасы, ертең таңертең офиске кел. Сол жерде жұмысқа президентпен сені таныстырам. Ал бүгін бізде отырыс бар. Жандос та болады. Жұмыстамын ғой, Айбек. Не істеймін ол жерге барғанда? Өздерің отыра берсеңдерші. Ой, көп сөйлемеш. Болды. Барасың дедім ба? Барасың. Жүр. Қайда жүрсіңдер, уақыт қарасаңдаршы. Кептелсің, бетім пробка ғой. Досым, Бекзат таныдың ба, класстасты? Неге алып келдің бұны? Түсінбедім. Неге алып келдің деймін саған? Жейме сен? Айбек, білдей бір компанияның вице-президент емессің ба? Әлі күнге дейін сонда кіммен араласу керектігін білмейсің ба? Қайдағы бір көше сыпыратын дастарханға шақырған қалай кетті? Намыс қайда сенде? Айбек, айттым ғой мен. Тұра берейін, өздерің отыра беріңдер. Отыр. Бармайсың ешқайда. Жандос,
Сен көше сыпырушының қай жерің артық? Не, үш көзің, төрт құлағың бар ма не? Сен одан айырмашылығың астына қымбат көлік мініп, костюм шалбар киіп, кабинетте отырғаның ба? А? Таң сәріден тұрып, сенің жүретін көшенің тазалығына қарап, сенің тұратын қаланың тазалығына үлесін қосып жүрген адамдар сенен төмен ба не сонда? Есіңде болсын. Адамнан айырмашылығы ол оның ақылы. Ал сенің ақылыңның төмен екенін көрсетіп қойдың. Ақылды адам өзінің биіктігін ешқашан ақшамен, дүниемен өлшемейді. Дүние деген не ол? Ақша бүгін бар, ертең жоқ. Ал адамгершілік пен сыйластық ол мәңгілік. Олар түбінде кез келген нәрсені жеңіп шығады. Уақытша біткен дүниеге мастанып, айналаңа менсінбей қарайтын болсаң, көп ұзамай жалғыз қалатыныңды ұмытпа. Шынайы достық менмендік пен шіріген байлықтан әлде қайда қымбат әрі құнды екенін есіңнен шығарушы болма.